Уақыт деген не? Уақыт деген қызым, ол адамның өтіп жатқан өмірінің өлшемі. Уақыт пен адамның өмірі өлшенеді. Осы дүние өтіп жатқан адам бұл дүниеге келгенде әртүрлі адамның өз бөлігімен өтеді өмірі. Ең бірінші бөлігі ол сәбилік кезі. Бітті кішкентай сәби болады. Одан кейін ол бала болып өседі. Бала болғанда ол мектепке барады. Содан кейін мектеп бітіргенде ол жасөспірім шағы болады. Одан кейін жоғарғы оқу орнына түседі. Сол кезде, содан кейін ол жастық шағы болады. Жастық шағынан кейін орта жас кезі болады адамның. Одан кейін үлкен адам болып, сосын қартаяды адам, қартайғанда оны қарттық шағы дейді. Міне осы уақыт адамның тез өзгереді, тез жүреді. Сондықтан да ол осы уақытқа біз үлгеру керекпіз. Уақыттың ағымынан қалмау керекпіз. Сендер бала кезіңде тезірек оқу білім алу керексіңдер. Содан кейін мектепті бітіргеннен кейін басқа оқуға түсу керексің. Сосын тезірек бір кәсіптің маманы болуға тырысып, үлкен жұмыс орнына жұмыс істеу керексің. Міне осылай уақыттың ағымына үлгеріп, сендер оқу білім алып, осылай өмір сүру керексіңдер. Уақыт деген осылай тез өзгеріп отырады. Адам осы уақытты өзіне тиімді пайдалана білу